Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен Семей геологиялық барлау колледжінің 3-ші курс ОСК 4 топ студенті Дүйсенбаева Карина. 9 мамыр ұлы жеңіс күніне 75 жылдығына орай біз атамыз үшін мақтанамыз атты мерекелік ай сайысын қолдай отырып, ұлы жеңіс күніне қатысқан екі атамды айтқан келіп отыр. Бүкіл саналы ғұмырын еліміздің өсіп өркендеуіне жұмсау арқылы құрметке бөлініп, зор беделге ие болған азаматтар қалың қазақ арасында жетерлік. Есімін ел жұртты аса бір ыстық ықыласпен ардақтай құрметте айтатын аяулы жандар біздің мына сапарласқан өмірімізде соншалықты көптен кездесе берілмейді. Қазақта жақсы адам қартайса қазына деген қасиетті сөздер айтылады. Осындай жандардың бірі ауылымыздың қадірлі ақсақалы болған Асай және Дүйсеке ата жөнінде тілге тиек етпекпін. Дүйсенбаев Дүйсеке родился в 1905 году в село Бостал Бескаргайского района Симпатинской области. На войну был призван в 1942 году, служил в пехотинском советской армии. По его рассказам, он был на разных фронтах во время войны. Даже участвовал в ЯССО Кишиневской операции. Воевал под Бурсинском, и в конце войны дошел до Берлина. Затем в составе железного дорожного саперного батальона участвовал в Японской войне. За все его военные действия был награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. И благополучно вернулся на родину в село Бостал. И активно участвовал в жизнедеятельности родного села, и где женился и прожил до глубокой старости. Дүйсенбаев Асай атамыз 1916 жылы 8 қаңтарда Семей облысы Бесқарағай ауданы Бостал ауылында дүниеге келген. 1932 жылғы ашаршылықта Алтай өлкесінің маңында шешесі Рысжан және ағалары Дүйсеке, Досай және апайы Панумен бірге жан сақтаған. 1935 жылы елге қайтып оралып, 1939 жылы әскер қатарына шақырылған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысының алғашқы күндерінде 202 зеңбірекпен артиллерия арасында Қызыл полкінде соғысқа қатысқан. 1941-1942 жылдар аралығында 2 Украин майданында, 4 Украин майданында, 1942 жылы және 43 жылы 2 Беларусь майданында, 1945 жылы қаңтарында 9 мамырында дейін 1 Украин майданында соғысқа қатысып, отан алдындағы міндетін абыроймен атқарған. Соғысты 2 Украин майданынан бастап Берлинге дейін барған Асай ақсақал 1946 жылы ауылына оралды. Асай атаның соғысқа көрсеткен ерліктерін үшін алған көптеген орден медальдары омырауында жарқылайды. Германияны алған үшін жеңіске 30 жыл, жеңіске 40 жыл, жеңіске 50 жыл, жеңіске 60 жыл, ерлік үшін, Украинаны бостандыққа үшін, Кавказды босатқаны үшін медальдары бар. Асай ата жұбайы Мәукен апа екеуі 4 баланы өсіріп, қызын қияға, ұлдарын ұяға қондырды. Кіші баласы Боранбай аға да әке көрген оқ жонар дегендей, отан алдындағы борышын өтеу үшін ауған елінде сұрапыл соғысқа қатысып, аман-есен елге оралды. Атамыз бұл дүниеде аттанғанына 6 жыл болды.